Сәлем достар, бүгін бізде жаңа видео. Бүгін біз хит болып жатқан 67 деген ойынды ойнап көретін боламыз. Бұл ойын хит па, тренд па білмеймін, бірақ қазір 67 деген сан барлық жерде тренд хит болып жатыр. Енді мен Roblox'на осындай 67 деген бір ойын тауып алдым, соны ойнап көрейін деп жатырмын. На жерде мен маған вы должны участником группы дейді. Ойбай, немене мен 67-тегі бала болып кеттім ба? Тұрымды қараңдар достар. Менің түрім мынау баскетболист болып кетті. Еще 67 деген футболка киіп алдым. 67 деп айқайлап тұрмын ғой мына жерде. Ал көрейік мына жерде қайда барамыз? Қандай жерге барамыз? Мына жерде лабиринт дейді, неше түрлі мост дейді. Әр түрлі есіктер бар, бірақ бұл жерге мен кіре алмай тұрмын ғой, иә? Оны кіру үшін мынандай бір жерден өту керек ау деймін, кажется. Достар, сіздер осы ойынды ойнап көрдіңдер ма? Егер сіздер осы ойынды ойнап көрген болсаңдар, комментарияға жазыңыздар қалай ойналатыны, не істейтіні туралы маған айтып кетіңіздер. Мен бірінші рет ойнап тұрмын. 67 деген главный герой болып тұрмын. Төбеге кетіп баратым, жоғарыға қарай. Ты можешь это сделать дейді. Так, жоғары кет. Мәссаған, мынау неше метр? Достар, мына қараңдар, ұзын машин. Жоғары биіктікке кетіп баратын, әлі кетіп баратын. Мынадан құласаң біттің ғой, иә? Кетіп ұшып түсетін шығарсың мынадан. Так, мына жерде тағы да бір жазу тұр. Не жазу екен, не деп қойған? 67 дейді, 67 дейді. Я 67 екен біліп тұрмын ғой. Бұл 67 ступенькі шығар. Короче, 67 штук лестница шығар мынау. Бұл 67-ден де көп сияқты. Оны әлі келатырмын достар. Мына жерде тағы да бір жазу тұр. Қазір оқиық. Артынан біреу ұшып кетір, біреу. Так, много денег дейді. Жоғарыға барсам ақшаланбай, сонда ақша беремін маған. Анау қалай тез жүріп кетті менен бұрын? Тез жүретін өзінің функциясы бар ма? Мынау, короче, Roblox'та ақшасы бар ма? Сондай бір нәрсе өдемше. Тез жүретіне қарай. Мен әлі келатырмын ғой. Достар, короче, мен бір жерге келдім. Не дейді? Ты бы стал таким богатым дейді. Сен бай болатын едің дейді. Көрейік қалай бай болатыныңызды. Мынау ағаш, короче, ұзын ағаш па, бұлт сияқты, бұлтқа мініп баратқан сияқты ше. О май гад, ты так близко дейді. Сен жақындап қалдың дейді. Мен тезірек жақындағым кеп тұр. Сол әлі бітпей жатыр ғой, әлі таусылмай жатыр ғой мына. Достар, мынаны ше тез. Короче, айналдырып жіберейін. Достар, мына жерде мен уже жақындап қалған сияқтымын. Ана жерде трансформироваться, еще немного осталось. Енді кішкене қалды дейді. Мен көргім кеп тұр, жоғарыда не бар екен ше? Мені не күтіп тұр алдымда, мен соны көргім кеп тұр. Жоғарыда не бар екен көрейік қазір. Достар, мына қараңдар, көзді ауыртып жүреді екен, қанша қалды енді жоғарыға қарайыншы. Достар, мен жақындап қалдым. Кішкене қалды. Мен артынан үш адамдар да келатыр ау деймін ше, мен сияқты. Ешкім көрінбей ма астында? Астында құласаң біттің ғой, мына жерге. Достар, мен жақындап қалдым. Где терпеть неудачу дейді. Кетті, дальше кетті. Кішкене қалды, достар. Тез көргім кеп тұр, жоғарыда не бар екен. Достар, осы биіктікке кім мінді? Осы жоғарыда не бар? Комментария жазып кетіңіздер. Осы жерге жеткен адамдар. Мына жерде мен биіктікке шықсам, маған $10 бере ма? $10,000 бере ма? Бір, короче, розовый сундук тұрында жерде.
Вот так близко дейді, кеттік. Кішкене қалды. Никогда не возвращайтесь назад дейді. Енді осы жетейін деп отқан кезде қайдағы назад, адам алға қарай жете алмай жатса. Мына жерде біреу тұр ғой. Не тұрған? Нажмите дейді. Я так горжусь дейді. Быть лучшим из всех. Вот я жүрмін. Достар, қараңдар, мен жаңа кнопканы басып мынандай қорқынышты ужастик 67 болдым. Мәссаған, қап-қара болып кеттім ғой. Мен киім бәрі қап-қара болып кетті, өзім де қап-қара болып кеттім. Қорқынышты 67 болдым. Ой, маленький чемпиончик. Брат. Смотри, как близко это. Короче, достар, маған бір мынандай подарка берді. Көк браслет сияқты қолыма тағып алдым. Білмеймін, бірақ ол не істейтін. Достар, мен мына жерде розовый сандыққа жақындап қалдым. 10 000 деген қолыма білмеймін не талаған. Бір нәрсе берді, короче, қолымда. Ты будешь самым крутым дейді. Достар, мына мен жақындаған сайын алыстап бара жатыр ғой. Короче, достар, мына ойынды мен түсінбедім. Бір іш пыстыратындай ойын екен, скучный. Достар, осы 67 туралы тағы да қандай ойындар бар? Қандай қызықты ойындар бар? Мынау сияқты скучный емес, күшті, қызықты, вау деп ойнайтын ойындар болса, комментарияға ойындардың атын жазып кетіңіздер, иә? Осындай ойын ойна, осындай ойын ойнап түсір деп. Мен міндетті түрде комментарияның барлығын оқып шығамын да. Сосын сіздер айтқан бойынша видео түсіретін болам. Мен мынау видеода до конца бара алмадым, кетіп баратым әлі де, бірақ шегі болар емес. Шегінде білмеймін не айтатынын. Короче, достар, осы ойында кім соңына дейін барып жеңіп көрді, соңын 3-ші этажға әкеп тоқтады. Короче, алдағы уақытта жаңа ойындар туралы, Roblox туралы комментария міндетті түрде жазып кетіңіздер. Және осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий басып, достарыңызбен бөлісіп, бір-біріңізге таратыңыздар. Ал, всем пока!